Баланың алғашқы аяқ киімін қалай таңдау керек? Баланың алғашқы аяқ киімін дұрыс таңдау үшін алдымен осыған дейін қалыптасқан қате пікірлерге тоқталайық. Бірінші қате пікір. Баланың табаны дұрыс қалыптасып, аяғы түзу болу үшін бала аяғын баса бастағанда оған қатты, өкшесі биік аяқ киімдерді үнемі кигізу керек. Екінші қате пікір. Аяқ киім бала аяғының кез келген қисығын түзейді. Үшінші қате пікір. Баланың аяғы ары-бері қозғалмау үшін аяқ киім размері аяққа дәп-дәл болуы керек. Енді бұл түсініктердің не үшін қате екенін саралап көрелік. Баланың табаны енді ғана қалыптасып келе жатқандықтан, өкшесі қатты аяқ киім оңай майысып иілмейтіндіктен табанның қозғалысын шектейді. Егер табанда қозғалыс аз болса, онда бала табаны дұрыс дамымайды. Әрі миға табаннан жететін сенсорлы сигналдар бармайды. Яғни, ми мен табан арасындағы байланыс әлсірейді. Ол дегеніміз мидың қалыпты дамуына кері әсері бар деген сөз. Екінші, аяқ киім аяқтың қисығын түзей алмайды. Кейде тіпті массаждың өзі әсер етпейді. Бала аяғының қисаюын тек арнайы кешенді жаттығулар ғана түзей алады. Сондықтан аяқ киім қисық аяқта түзейді дегенге сенбеу керек. Үшінші, бала аяқ киімін жарты размер үлкен қылып алу керек. Суреттегідей, бала аяқ киім ішінде аяғын қозғалтқан кезде үлкен башпайы әрі-бері жылжып тұратын кеңістік болғаны жөн. Сонда баланың табаны үнемі қозғалыста болады. Яғни, баланың алғашқы аяқ киімін таңдағанда мына нәрселерге назар аудару керек. Бірінші, баланың алғашқы аяқ киімі тек далада, суықтан, жердегі тас топырақтан қорғау үшін ғана керек. Оны үйде де, сыртта да кигізудің қажеттілігі жоқ. Алғашқы аяқ киім мүмкіндігінше жұмсақ және жарты размер үлкен болуы тиіс. Ортопед мамандар баланың үй ішінде жалаң аяқ жүргенін құп көреді. Ал жылдың салқын мезгілінде ондай мүмкіндік бола бермейтіндіктен, жеңіл үй ішінде киюге арналған аяқ киім алуыңыз керек. Табиғи материалдан тігілген, табаны мен арқалығы қатты, жоғарғы жағымен екі қапталы жұмсақ, аяғының көлеміне сай келетін аяқ киім таңдаңыз. Дүкен сөрелерінде тұрған ортопедиялық деп аталатын аяқ киімдерге қызыға бермеңіз. Қажет болса, дәрігердің өзі кеңес береді. Екінші, атақты брендтердің аяқ киімін алуға тырысыңыз. Өйткені, олар тұтынушының үдесінен шығу үшін баланың аяғына қажетті талаптардың барлығын сақтауға тырысады. Тек таза, табиғи материалдардан тігілген, баланың башпайлары еркін сиятын, тұмсық жағы жалпақ аяқ киім алғаныңыз дұрыс. Үшінші, өкшесі 7 мм ғана биік болғаны дұрыс. Мүлде өкшесіз де алмаңыз. Өкше аяқтың дұрыс қалыптасуымен арқа омыртқаларының дұрыс бітуіне көмекші болады. Ондай болмаса, бала бүкірейіп кетеді. Төртінші, аяқ киімнің арқалығын қолыңызбен басып көріңіз. Егер ол майысқан күй қалса, алмауға тырысыңыз. Өйткені, мыжылған арқалық сапасының төмендігінен хабар береді. Бесінші, кей ата-аналар баласына аяқ киімді көз мөлшермен ала салады. Ол дұрыс емес. Өйткені, кей баланың табаны жалпақ болса, үстіңгі беті кішкентай немесе керісінше болуы мүмкін. Дәлме-дәл өлшеп алынбаған аяқ киім кейін қолайсыздық туғызады. Алтыншы, басқа баланың, ағасының, әпкесінің аяқ киімін кигізуге болмайды. Әр бала табанының өз ерекшелігі бар. Бұрын киіліп, өзгеріске түспеген жаңа аяқ киім бала табанының дұрыс қалыптасуына көмектеседі. Баланың алғашқы аяқ киімін таңдауға қатысты басқа да ойларыңызды комментарийге қалдырсаңыз болады. Арнама тіркеліп, пікір жазып, лайк баса кетуді ұмытпаңыз.